Жануарлар әлемі, мире животных. Ілбіс, ирбис, снежный барс. Қар барсын қазақтар ілбіс деп те атаған. Орталық Азияның Гималай, Памир, Тянь-Шань, Алтай батыс Саян, Кавказ секілді таулы аймақтарын мекен етеді. Түрік тілінен аударғанда ирбис, қар мысығы дегенді білдіреді. Қазіргі қар барысы атауы осы мағынадан туса керек. Ілбіс әлі толық зерттелмеген сыры жұмбақ ан. Адам аяғы жете бермейтін биік шатқалдарда тіршілік етеді. Үні мысықтікіне ұқсайды, айырмашылығы жуандау естіледі. Дене тұрқы 120-130 сантиметр, салмағы 30-40 келі. Қазақстанда Іле алатауы, Жоңғар алатауы, Үлкен Алматы шатқалында, Тарбағатайда, оңтүстік Алтайда, Күршім жотасында, Бұқтырма өзенінің бастауында, Марқакөл атырабында ғана кездеседі. Снежного барса казахи называли ыльбис. Обитает в горных местностях Центральной Азии, на Гималаях, Памире, Тянь-Шане, на Западном Алтае, на Кавказе. В переводе с тюркского языка ирбис обозначает снежная кошка. Нынешнее название, видать, появилось от этого. Ыльбис до конца не исследованный загадочный зверь. Обитает в труднодоступных для людей скалах. Голос похож на кошку, но в отличие от кошки слышится грубее. Корпус тела 120-130 сантиметров, вес 30-40 килограмм. В Казахстане встречается только в Ле Алатауа, Джунгарский Алатау, в ущельях Большой Алматинки, Тарбағатай, Южном Алтае, гребень горы Күршім, вверх по реке Бұқтырма, в окрестностях Марқакөл. Устюртский муфлон, үстір қойы, арқар. Дене тұрқы 160-168 сантиметр, биіктігі 105-112 сантиметр, салмағы 200 килограммға жетеді. Мүйізі ірі, бұралып иілген, қоңыр түсті болады. Мүйізіндегі сақинаға қарап, жасын анықтайды. Көбіне қоғалды шоқылардың арасындағы далалы өңірге жайылады. Негізінен көде, бидайық, қоңырбас, бетеге, қияқ, күйреуік, жусанмен көріктенеді. Жайлауға жазда таңертеңгілік пен кешкілікте, қыста күндіз шығады. Арқар табиғи жағдайда 12-14 жыл тіршілік етеді. Арқар биік тауларда тіршілік етуге бейім, аязға өте төзімді жануар. Арқар бағалы ан болғандықтан, оны аулауға тыйым салынған. Корпус тела 160-168 сантиметров, высота 105 сантиметров, вес 200 килограмм, рога крупные, извилистые, коричневого цвета. Возраст узнают по кольцам на рогах. Летом на пастбище выходит утром и вечером, зимой днем. Аркар в естественных условиях живет 12-14 лет. Аркары обитают высоко в горах и выносливы к морозам. Аркар ценные животные, поэтому охота на них запрещена. Красный волк, қызыл қасқыр. Қызыл қасқыр. Қасқыр тұқымдасына жататын жыртқыш ан. Қазақстанда Тянь-Шань мен Жетісу, Жоңғар алатауында кездеседі. Дене тұрқы 100-110 сантиметр. Құйрығының ұзындығы 45-50 сантиметр. Құйрық жүні үлпілдек. Арқасы қызыл қоңыр, екі бүйірі солғын қызыл түсті. Қызыл қасқыр жаз айларында 2500-4000 метр биіктікте тау-теке мен арқар жайылатын жерлерде қоныс аударып тіршілік етеді. Баспана ретінде түрлі қуыстар мен басқа андарын тастап кеткен індерін пайдаланады. Көбею жөнінде деректер аз. Қызыл қасқыр терісі бағалы ан. Саны өте аз. Соңғы 40 жылда Қазақстанда қызыл қасқырдың кездескені туралы дерек жоқ. Қызыл қасқыр халықаралық табиғат қорғау одағы мен Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Красный волк
хищник, относится к семейству волков, встречается в горах Тянь-Шань и Джунгарское Алатау. Корпус тела 100-110 см, длина хвоста 45-50 см, хвост пушистый. Спина красно-коричневая, бока бледно-красного цвета. В летние месяцы красные волки мигрируют с земли, и на высоте 2500-4000 метров обитают горный козел и архар. Для жилища выбирают брошенные другими зверями норы. По вопросам размножения сведений мало. Красный волк – ценный зверь. Численность очень мала. Последние 40 лет нет сведений, что красный волк появлялся в Казахстане. Тянь-Шань аюы – бурый медведь, тянь-шанский подвид. Тянь-Шань қоңыр аюы. Жыртқыштар отряды аю тұқымдасына жататын қоңыр аюдың бір түр тармағы. Қазір Өгем, Қожынтау, Кетпен, Іле-Күнгей, Теріскей, Жетісу, Жоңғар алатауларында кездеседі. Денесінің ұзындығы 2,5 метр, бойын биіктігі 1,5 метр, салмағы 600 кг. Негізінен құрлықта тіршілік етеді. Суда жақсы жүзеді, ағашқа да өрмелей алады. Қонжықтары үшін қасқырлар мен барыстар өте қауіпті. Саны жылдан жылға азаюда. Дүние жүзінің көптеген елдерінде зоопаркта ұсталып, жақсы көбейді. Ақсу-Жабағылы, Алматы қорықтарында, Лепсі, Тоқтық қорықшаларында қорғалады. Саны өте аз. Қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Тянь-Шанский бурый медведь – отряд хищников. Относится к семейству коричневых медведей. Сейчас встречается в Өгем, Қожынтау, Кетпен, Іле-Күнгей, Теріскей, Жетісу, Жоңғар Алатау. Длина тела 2,5 метра, рост 1,5 метра, вес 600 кг. В основном обитает на суше, хорошо плавает в воде, может лазать по деревьям. Для медвежат очень опасны волки и барсы. Численность уменьшается с каждым годом. Находится под защитой в заповеднике Ақсу-Жабағылы, Лепсі, Тоқты. Численность очень мала. Занесена в Красную книгу Казахстана. Асыл текті бұғы, благородный олень. Жойылып бара жатқан түрі. Өткен дәуірде Амудария мен Сырдария бойындағы тоғайларда және Қызылқұмда таралған. 20 ғасырдың орта кезінде Қазақстанда Сырдария өзенінің орта және төменгі ағысындағы тоғайларда мекендейді. Сондай-ақ Ақмарал бұғысының осы түрі Іле өзені бойында мекендеуі мүмкін. Мекендейтін жерлері: шөл аймағының өзендері бойындағы тоғайлар мен қамысты қопалар. Саны: Қазақстанда еш уақытта саны көп болған емес. Негізгі шектеуші факторлар: Қазақстанда мекендейтін қоныстарының өзгеруі, тоғай ағаштарын кесу мен өртеу, жағалаудағы жерлерді жырту, шөп шабу, есепсіз мал жаю. Исчезающий вид. В прошлую эпоху обитал на Амударье и Сырдарье. В середине 20 века обитал в Казахстане вниз по течению Сырдарьи. Возможно, данный вид обитает вдоль реки Іле. Ареал обитания: обитает в лесах и камышовых зарослях вдоль озер пустынной местности. Численность: в Казахстане их численность всегда была невелика. Причина сокращения популяции: охота, вырубка лесов и пожары, пашни, сенокос, животноводство. Түркістан сілеусіні: рысь центральноазиатская. Мысықтар тұқымдасы: Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан қызыл кітаптарына енгізілген. Сілеусін халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл тізіміне енген. Қазақстанда Тянь-Шань, Жоңғар Алатауы, Тарбағатайда таралған.
Негізі шектеуші факторлар: браконьерлік, азықтың жетіспеуі. Ақсу-Жабағылы, Алматы қорықтарында, Іле алатауы, Көлсай көлдері, Сайрам-Өгем ұлттық парктерінде және бірқатар қорықшаларда қорғалады. Мекендейтін жерлері: қылқан жапырақты және жапырақты ормандар, бұталар. Андар, алып белдеулер мен тау етектерінде де кездеседі. Саны: 20 ғасыр басында сілеусін саны азайып кетті. Семейство кошачьих занесена в Красную книгу Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Занесен в Международный список по защите животных. Встречается в Средней Азии, Казахстане. Встречается на Тянь-Шань, Джунгарское Алатау, Тарбагатай. Причины исчезновения: браконьерство, нехватка пропитания. Находится под защитой в заповедниках Ақсу-Жабағылы, Алматы, Іле алатауы, Көлсай көлдері, национальных парках Сайрам-Өгем. Отдел обитания: хвойные и лиственные леса, кусты. Также встречается у подножия гор. Численность: в 20 веке численность сократилась.